Пока мы обращались в госорганы за помощью, коллекторская компания «Зангер» в лице Айгуль Закиряна в спешке продала нашу действующую гостиницу еще одной фирме однодневки ТО «Байдала», снизив сумму почти наполовину, на 5 миллиардов. Мы обратились в суд за защитой наших законных прав, но все наши законные доводы, в том числе ваш указ о поддержке предпринимателей и приказы правительства, были проигнорированы. В наших судах мы не нашли справедливого решения. Уважаемый господин президент, я обращаюсь к вам от имени 150 сотрудников нашей гостиницы. Біз жұмыс орнында жұмыс істеп жатқан кезде осып кісілер келді. Қайрат Сатыбалды деген кісі, ол күнге дейін мен ол кісіні көрмеген. Қасында адамдар болды. Сосын мен ойлаймын, что әйелі болды деп. Сөйтіп біздің жұмыс орнымызды көріп, қасында жаңағы жұбайына ма, соған айтып, мына жер күлеке срачка деп айтып, сөйтіп шығып кетті. Ол кісінің Қайрат Сатыбалды екенін сіз бұрын көрмесеңіз қайдан білесіз? Мен кейін көрдім, телевизордан көрдім, интернеттен көрдім. Ол кезге дейін мен білген жоқпын.